Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет дәмді балды торт дайындаймыз. Өте жұмсақ, шайнауды да қажет етпейтін, ауызға салса еритін торт болады. Сіздер де жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін көріңіздер, ұнап жатса пікір жазыңыздар, және тіркелмеген болсаңыздар, каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналда көптеген тағам түрлері бар, пирогтар бар, салаттар бар. Ол үшін алдымен мьотты осындай водяной баняда ыдысымызға құйып ертіп аламыз. Мьотымыз қатты ыстық болып еріген кезде үстіне біраз қасық соданы салып көпіршітеміз. Сода мен мьот араласқанда осындай процесс жүреді. Енді осының үстіне сары май саламыз. Оттың астын пәсейтіп, сары майды ертіп аламыз, өстіп араластыра отырып. Бұл мьотты дайындауға 20 минут уақыт кетеді. Толық еріп болды. Енді оттан алып, мьотты суытамыз. Енді осындай құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып, үстіне шекерді саламыз. Енді екеуін аппақ болып көпіршігенше араластырамыз. Қасықпен араластырса да болады. Міне осылай аппақ болып көпіршігенше араластырып аламыз. Енді үстіне 2-3 бөліп суыған мьотты құйып отырып араластырамыз. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді осының үстіне ұнымызды електен өткізіп 2-3 мәрте бөліп саламыз. Міне осымен қамырымыз дайын болды. Осындай қоспа шықты. Енді алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз да, пергамент қағазына бір ожаудан құйып, үстіне ұн сеуіп қолымызбен жаямыз. -180-200 градуста 5-6 минутта пісіріп аламыз. Тез піседі.
Міне корждарымыздың барлығы дайын болды. Осындай жүп жұмсақ болып шығады. Енді арасына жағатын кремді дайындаймыз. Мен кремді қаймақ пен сгущенканы араластырып жасадым. Енді сіздерше қайнатпа крем жасасаңыздар да болады. Болмаса сгущенка или вареный сгущенкамен жасауға болады. Енді өз қалауыңыз. Енді дайындап алған кремімізді өстіп корждардың арасына жағып шығамыз. 4-5 қасықтан құйып. Кремі көп болған жақсы. Барлық корждарымызды осылай орналастырып шығамыз. Енді жан-жағындағы кесіп алынған корждарды майдалап үгітіп, торттың бетіне жан-жағына сеуіп шығамыз. Осымен тортымыз дайын. Ұнап жатса сіздер де жасап көріңіздер. Осындай жүп жұмсақ тортты дүкеннен қымбатқа сатып алғанша үйде осылай дайындап жасап жеңіздер. Рахмет.